Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір сіздермен математика пәні 3-ші сынып 67-ші сабақты бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу, бөлімше әлемнің белгілі ғимараттары, көпірлер. Жаңа сабағымыз бастамай тұрып, бірінші тапсырмаға қараймыз. Біздерге 3 тапсырма берген. Сол амалдарды орындай отырып, көпірлерді анықтаймыз. Қайсы көпір, қай әйгілі көпір қайда орналасқанын білеміз. Бірінші, Тауэрс көпірі, ол Лондонда орналасқан. Екінші есепті шығарамыз. Бұл есепті шығарғанда 382 шығады. Бруклин көпірі шықты. Бұл Нью-Йорк қаласында орналасқан. Және соңғы үшінші көпір, бұл Арқар көпірі. Ол біздің Қазақстанның Астана қаласында орналасқан. Енді оқушылар сіздермен мына осы үш көпірдің суретін көрсеткім келіп тұр. Бірінші суретте тұрған бұл Нью-Йорктегі Бруклин көпірі, екінші суреттегі Астанадағы Арқар көпірі, үшінші Тауэрс көпірі. Сіздермен енді осы үш көпірдің туралы қысқаша мәлімет бергім келеді. Бірінші Бруклин көпірі туралы. Бұл көпірдің құрылысы 1883 жылы аяқталды. Содан бері халық ескерткіші әрі Нью-Йорк символы ретінде саналып келеді. Көпір Нью-Йорктың көп қабатты үйлерінің нақ ортасында орналасқан. Манхэттен мен Бруклиннің арасын қосып тұр. 1884 жылы сол кездің серісі Барнум көпірдің төзімділігін дәлелдеу мақсатымен 21 піл мен цирк жануарларын жүргізіп өтеді. Екінші көпір бұл Қазақстанда Астана қаласында орналасқан Арқар көпірі. Ол Астананың дәл кіндігіне салынған десе де болады. Көпір үстінен көз салсаңыз, президент резиденциясы Ақорда қол созымдай жерде тұрғандай көрінеді. Келесі шетінде құлап жатқан құмыраның бүйірін көресіз. Бұл Астана Musical Hall залы. Үшінші соңғы көпір бұл Тауэрс көпірі. Оның дизайнын 50 жобаның ішіне таңдап алып, 1884 жылы салуды бастады. 8 жыл жұмыс барысында 432 қара жұмысшы 11 мың тонна болат пайдаланылды. Уэльс ханзада көпірді 1894 жылы өзі ашты. Тауэрс тек Лондонның емес, біріккен патшалықтың да символы. Балалар, жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыз толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту деп аталады. Сіздерге бірінші берілген 20 мен 4-тің көбейтіндісі. Бұл дегеніміз 20-ны 4-ке көбейту, яғни 20-ны өз-өзіне 4 рет қосу. Жауабы 80 шығады. Немесе оны 2 ондық көбейту 4 тең 8 ондық деп шығаруға болады. Бұл толық ондықтар. Енді келесі толық жүздіктер. 200 бен 4-тің көбейтіндісі. Толық жүздіктер, толық ондықтар дегеніміз артын 0-мен аяқталатын сандар. 200 бен 4-тің көбейтіндісі бұл 200-ді өз-өзіне 4 рет қосу. Немесе оны 2 жүздік көбейту 4 деп жазсақ болады. Балалар, мына формула қараймыз. А көбейту Б көбейту С. Бұл формула балалар ережесі санды X санның көбейтіндісіне көбейту үшін алдымен бірінші көбейткішке көбейтіп алу керек. Яғни мына формулада көріп тұрғанымыздай бірінші А-ны Б-ға көбейтеміз. Содан кейін шыққан нәтижені келесі көбейткішке көбейтеміз. Яғни А көбейту Б көбейту С-ны, керісінше балалар А мен Б-ны көбейтіп алып, шыққан нәтижені С-ға көбейтеміз. Бұл көбейту жолы. Енді бөлу. Көбейтіндіні санға 2 тәсілмен бөлуге болады. Бірінші тәсіл. Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін алдымен көбейтіндінің мәнін есептеп аламыз. Сосын шыққан нәтижені бөлеміз. Мысалы формулада А көбейту Б бөлу С. Бірінші тәсіл А мен С-ны бөлу аламыз да, шыққан нәтижеге Б-ны көбейтеміз. Ал екінші тәсілі Б-ны С-ға бөліп, А-ға көбейтсек болады. Бұл біздің жаңа тақырыбымыз, балалар. Оқушылар 5-ші есепке қараймыз. 5-ші есептің астында 5 тәтті нан үшін 200 теңге төленді. 320 теңгеге қанша тәтті нан сатып алуға болады? Мына есепті шығару үшін әуелі бір тәтті нан қанша теңге тұратынын есептеп аламыз. Ол үшін 200 теңгені 5-ке бөлеміз.
бір тәтті нан 40 теңге тұрады. Ал 320 теңгеге осындай 40 теңгелік нанның 8-ін сатып алуға болады. Дәптерге жазылсақ болады, балалар. Енді бұл есептің әсі дүкенге 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш әкелінді. Қарындаштардың 5-тен 1 бөлігі сатылды. Қанша қарындаш қалды? Әуелі мына есеп шығару үшін барлығын тауып аламыз. 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш. Барлығын табу үшін қосамыз. Сонда дүкенге 500 қарындаш келді. Оның 5-тен 1 бөлігі сатылды. 5-тен 1 бөлігі дегеніміз санның бөлігін табу, яғни 500-ді 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 100-і сатылды. Ал қалғанын табу үшін барлығынан жаңа сатылған 100 қарындашты азайтамыз. 400 қарындаш қалды. Осымен балалар, бүгінгі сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.